Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Біз бүгінгі сабағымызда Қазақстан тарихы пәні бойынша 20 ғасырдың 50-80 жылдарындағы толқулар, қозғалыстар және көтерілістер тақырыбын қарастырамыз. Бүгінгі сабақта сіздердің білетіндеріңіз 20 ғасырдың 50-80 жылдарында қозғалыстардың себеп-салдары, желтоқсан оқиғасының маңыздылығын түсінесіздер. Сіздердің меңгеретіндеріңіз тәуелсіздік алуымыздағы желтоқсан жастарының орны және кеңес үкіметінің ұлт саясатындағы қайшылықтарына талдау жасайсыздар. Өздеріңіз білесіздер, 20 ғасырдың басындағы 20 жылдардан бастап-ақ қазақ елінде үлкен саяси тарихи оқиғалар болды. Әрине, бұл оқиғалардың барлығы да қазақ халқына пайда келген позитивті оқиғалар деп айта алмаймыз. Мысалға, күштеп ұжымдастыру 20 жылдардағы, 32-33 жылдардағы аштық, залал, 37 жылдардағы репрессия құрбандары, 41 жылғы соғыс. Осы үрдістердің барлығы 50-80 жылдарда жалғасын тапты деп айтуға болады. Соншалықты ауыр зардаптары болмаса да, көлеңкелі тұстары өте көп болды. Ендеше осы оқиғалардың басы 1959 жылғы Теміртау оқиғасының себеп-салдарын ашып көрейік. Теміртауда бүкілодақтық комсомол жастар құрылысы мәртебесіне ие болған Қазақстандық магнитка металлургиялық заводының құрылысы іске қосылды. Республикамызға өзге одақтас республикалардан жұмысқа келушілердің саны арта бастады. Әрине, 15 одақтас республикадан ағылып жатқан жастар және олардың барлығы да орталықтан, Мәскеуден басқарылып отырды. Барлық жұмысшыларға бірдей пәтер жетпеді. Олардың көпшілігі вагондарда, барактарда, президент палаткаларда тұрды. Сонымен қатар медициналық қызмет көрсету сапасы да төмен болды. Мәдени демалыс орындары жоқ болды. Мектептер, дүкендер, асханалар жетіспеді. Әсіресе жаз күндері ауыз судың жеткіліксіздігінен жергілікті халық өте қатты зардап шекті. Бірақ бұл қиыншылықтың барлығы өткінші ауыртпалықтар ретінде қарастырылды. Осындай жағдайға байланысты жұмысшылардың арасында наразылық туа бастады. Сөйтіп, 1959 жылдың тамыз айында жұмысшылардың жергілікті билікпен қақтығысы болды. Әрине, бүліншіліктерді басу үшін милиция, карлаг әскерлері жұмылдырылды. Бұл оқиғаның басты себебі елдегі басқару ісінің негізгі принциптеріне байланысты болды. Яғни, басты назар адам мен оның жеке мәселелерінде емес, өндірістік салада ғана болды деп айтуға болады. Және осы жағдайды екі жақты пайдалануға айтуға болады себебін. Жастардың әлеуметтік жағдай жасалмады деп айттық. Сонымен қатар Сталин қайтыс болғаннан кейін сол кездегі сталиндік лагерлерден, концлагерлерден босаған қылмыскерлер де келе бастады. Яғни жұмысшылардың арасында әрбір 4-ші адам заң алдында жауапкершілігі болды. Оған қоса ауа райының қолайсыздығы, жаңағы құрылыс материалдарының өз дер кезінде, дер уақытында жетпеуі, соның барлығы да осы көтерілістің, қозғалыстың болуына әкеп соқты. Бұны әлеуметтік экономикалық дұрыс жоспарланбаған, содан туған дау деп те айтуға болады. Ресми деректер бойынша осы қақтығыстан 16 адам қаза тауып, 50-ден астам адам зардап шекті, жараланды деп айтады. Дегенмен де бұдан да көп шығын болуы мүмкін. Яғни, Теміртау оқиғасы кейін де өзіне назар аударады және әлі де зерттеуді талап ететін оқиға деп қарастыруға болады. Тағы да бір оқиға, бұл тура 20 жылдан кейін Целиноград оқиғасы. Целиноград оқиғасының себебі кезіндегі КОКП орталық комитеті Андропов басшылық еткен үкімет, Кеңес одағының билігі жаңағы Сарыарқа төрінде тұрып жатқан неміс халқына автономия алып береміз деген бір популистік шешім жариялайды. Бұл неміс халқы кезінде Сталиндік ұлт саясатында қателіктердің бірі деп білеміз, онда Еділ бойынан көшіріліп, осы Сарыарқа төріне әкелінген болатын. Сөйтіп, 1979 жылы 31 мамырда Целиноград, Қарағанды, Көкшетау және Павлодар облыстарының құрамына кіретін 5 ауданның аумағынан тұратын неміс автономиялық облысын құру туралы қаулы шығады. Оның жаңағы әкімшілік орталығы Ерейментау қаласы болу керек деп шешіледі. Осы шараға байланысты республика халқының бір бөлігінде наразылық туады.
1979 жылы 16-19 маусымдарда Целиноград қаласында үн қағаздар пайда болады. Қала көшелерінде жаңағы неміс автономиясын құруға қарсы ереуілдер өтеді. Партия органдарына сол кездегі автономияға құруға қарсы екендерін білдіріп, түрлі ұжымдық хаттар түсе бастайды. Енді әрине бұл ереуілді де сол кездегі жастардың көтеріліске шыққан ереуілінде кеңестік машина басып жаншиды. Ол кезде толық ақпарат жарияланбайды, жасырын болады. Бірақ жеріміздің тұтастығын сақтап қалдық. Осы Целиноградтағы оқиға қазақ халқының ұлттық санасының одан әрі оянуына үлес қосты деп айта аламыз. Дегенмен де жаңа Целиноград оқиғасы кеңестің әділетсіз, тиімсіз басқару жүйесіне деген жастардың қарсылығы болғанын білдіреді. Қазақ жерінің сол кездегі тұтастығын сақтап қалуға сол кездегі жастардың еңбегі ерекше деп бағалауымызға болады. Тағы да бір толқудың көрінісі араға 10 жыл салып 1989 жылы Жаңаөзен оқиғасы болады. Жаңаөзен оқиғасының Теміртау оқиғасымен ұқсастығы бар. Бұл жерде де қазақ жастарының көтерілген себебі сол сырттан келген басқа ұлт өкілдеріне артықшылық жасалыну, олардың жалақысына үстеме қосу, жергілікті халықтың жалақысының төмендігі, әлеуметтік жағдайдың нашарлығы, қосымша көмектің берілмеуі, соның барлығы осы алалаушылық келіп толқуға әкеп соқты көтеріліске. Бұл да сол кеңестік басқарудың солақай тұстарының бірі деп айтуға болады. Сөйтіп кеңестік Қызыл империяның Қазақстандағы үстемдігінің соңғы 1989 жылғы Жаңаөзен оқиғасы деп айтамыз. Көтеріліс күндері ресми деректер бойынша 3 қазақ, 2 лезгин қаза болып, 40-тан аса адам жарақаттанды делінген. Ал енді осы толқулар мен қозғалыстардың соңғысы әрі тәуелсіздігімізге жетуге бір қадам болса да жетелеген қозғалыс бұл 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы деп айта аламыз. Қазіргі кезде тарихшыларымыз Кеңес одағының ыдырауына бірден бір түрткі болған, себепші болған толқу деп бағалауда. Енді кез келген қозғалыстың, көтерілістің, кез келген толқудың қандай да бір себебі әрі сылтауы болады деп айтамыз. Бұған себеп неше жылдар бойы қордаланған орталықтың басқаруындағы солақай тұстары, жаңағы Теміртау оқиғасы, Целиноград оқиғасы, сонымен қатар идеологияның тоқырауға ұшырауы, ұлт мәселесі, тіл мәселесі, міне осының барлығы қордаланып үлкен себепші болды. Ал енді оған көтерілістің қозғалыстың басталуына түрткі болған бұл жаңа 16 желтоқсан күні болып өткен Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің кезектен тыс пленумы. Пленумда республиканы ширек ғасырға жуық уақыт басқарған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты қызметінен босатып, оның орнына Колбиннің сайлануы. Орталықтың әділетсіз әрі өктем бұл қадамы қордаланып қалған халықтың наразылығын жанартаудай атылып сыртқа шығуына түрткі болды. Бейбіт шеруге шыққандардың қолында лозунгылар болды. Мысалға, ұлт саясатының лениндік принциптерін сақтауды талап етеміз, немесе ешқандай ұлтқа артықшылық берілмесін, әрбір республикаға өзінің басшысы болсын деген ұрандар қолдарында болды. Бірақ бұл Алматыдағы қарусыз бейбіт шеруге шыққандарды Горбачев метель операциясымен басып жаншып қанды қырғын жасады. Соның соңында қуып таратудың барысында 8,5 мың адам ұсталып, олардың 2400-і уақытша қамау изоляторларына жеткізілді. Сөйтіп қалғандары қала сыртына апарып тасталды. 1,5 мыңнан астам адам дене жарақатын алды. Олардың бірнешеуі сол жарақаттан қаза тапты. Сөйтіп сот үкімімен 99 адам түрлі мерзімге, ал 2 адам өлім жазасына кесілді. Енді бұл қазақ жастарының арасындағы үлкен бір көтеріліске түрткі болған ұлттық сипатта болғанымен де бұл әрине ұлтшылдық емес еді. Себебі жалпы желтоқсан оқиғасы әлі де болса көптеген зерттеулерді талап етеді деп ойлаймыз. Болашақта жан-жақты зерттеліп өз бағасын алады. Осы оқиға біздің 1991 жылғы тәуелсіздік алуымызда үлкен
роль аткарды және тәуелсіздік идеясын ары қарай іліп әкетуге себепші болған ірі оқиға деп білеміз. Сіздердің назарларыңызға бекіту сұрақтары берілді. Бекіту сұрақтары бүгінгі өткен тақырып бойынша қарастырылып, және алған білімдерімізді одан ары нақтылайды деген сенімдемін. Сонымен біз сіздермен бүгін 20 ғасырдың 50-80 жылдардағы толқулар, қозғалыстар және көтерілістер тақырыбы туралы мағлұматтар алдық. Енді сіздер осы оқиғалардың ортақ тұстары мен айырмашылықтарын талдап саралайсыздар. Бұл енді сіздерге әрі үй тапсырмасы, әрі өзіндік жұмыс болып есептелінсін. Сау болыңыздар.